Армысыздар, құрметті ұстаздар қауымы. Мен Тулебекова Айнұр Алтынбекқызы. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Алғабас бір шағын жинақты жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі. 2015 жылдан бері Алғабас бір шағын жинақты жалпы орта мектебінде үздіксіз 6 жыл бойында еңбек етіп келемін. Білімім жоғары, санатым педагог. Мұғалімнің ұстаздық ғұмыры оның үздіксіз үйренуіне байланысты. Мұғалім үйренуін тоқтатқанда, оның мұғалімдігі де жойылады дегендей, өз біліктілігім мен тәжірибемді үздіксіз шыңдап келемін. Атап айтар болсам, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндері бойынша біліктілікті арттыру, білім беру мазмұнын жаңарту, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндері мұғалімдерінің пәндік құзыреттерін дамыту, цифрлық сауаттылық, онлайн педагог курстарынан өттім. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, ұстаздық жолында кәсіби құзыреттілігімді арттыру мақсатында қашықтан болған республикалық пән олимпиадасына қатысып, үздік біліміммен танылып, жүлделі 2-ші орынға ие болдым. Білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ тілі мен қазақ әдебиеті сабақтарында бағалаудың жетістіктері атты тақырыбында аудандық семинарда жоғары деңгейде сабақ өткізгенім үшін Түлкібас ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы мадақтамасымен марапатталдым. Ұстаздық ұлы іс деп кемеңгер жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқандай, бұған лайық болу үлкен абырой, басты борышым деп есептеймін. Білім алушыларымның жетістігі менің жетістігім, ал менің жетістігім білім алушыларды шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай алуға дағдыландырады. Осы бағытта жүргізген жұмыстар жақсы нәтижелер бергенін көрудемін. Жаһандану заманында өркениет көшінен қалмау үшін білімді, саналы ұрпақ тәрбиелеу маңызды. Шәкірттерімнің жетістігі менің де жетістігім. Бүгінгі таңда көптеген оқушыларым әртүрлі байқауларда жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Мұғалімнің педагогикалық қызметінің нәтижесі білім алушылардың білім сапасымен анықталады. Соңғы 3 жылдың білім сапасының мониторингін ұсынып отырмын. Қорыта келгенде, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өмір бойы білім алу әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс деп бекер айтпаған болар. Алдағы уақытта да өз тәжірибемді шыңдап, қоғамға тез икемделетін зияткер оқушыны дайындау жолында үнемі ізденіп, шығармашылық, әдістемелік білімімді шыңдау жолында еңбек етемін. Кеше мен бүгін біздің амалдарымыз, болашақ біздің мақсатымыз. Алдағы уақытта облыстық олимпиададан жетістікке жету, ғылыми жұмыстан жетістікке жету және өзекті тақырыпта авторлық бағдарлама жазу алға қойған мақсатым. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.